Ассалаумағалейкум, құрметті туысқандар. Осы түсірілімде Комсомол колхозын 1946 жылдан бастап 94 жылға дейін басқарған адамдардың тізімін көрсетеміз. Нұғыспан Рахметжанұлы 1900 жылы туған, 1974 жылы қайтыс болған. Комсомол колхозының 1946-48 жылдарғы төрағасы. Төлен Нұғыспанұлының «Жапырағын жайған бәйтерек» деген кітабында мынадай әңгіме бар. Сонау соғыс жылдарында одан кейінгі шаруашылықты қалпына келтіру кезеңінің қиын қыстау күндерінде Нұғыспанның талай адамға жақсылығы шапағат тиген екен. Болмашы және қаталығы үшін заң жүзінде жазаланып кетуі мүмкін жандарға араша түсіп жолын тауып ақтап алған кездерде болыпты. 1946 жылы Нұғыспанның Ойшілік ауылында колхоз бастығы болып тұрған кез екен. Колхоз қоймасының меңгерушісі, сол кездің сөзімен айтқанда Кілетші, Ниетбаев, Байқоңыр екеуі екі салт атқа мініп, Жырғалдағы қырманның қасынан өтіп бара жатады. Кенет Нұғыспан атын тебініп қап, Байқоңырды да ілестіре шаба жөнеледі. Содан едәуір жерге барып әзір тоқтайды. Сонда бәкең Нұғыспан неге шаба жөнелдің деп таңданыпты. Бәке, сен түкті көрген жоқсың. Жаңағы біз өткен бұрышта бір әйел адам мен 3-4 бала азынаулақ бидайды қойын қонышына жалмажан салып жатыр екен. Оны біз көрсек әңгімесі көбейеді. Оны жазалап жұмыстан шығару керек болады. Өздері аш жалаңаш, күндерін әрең көріп отырған жандар. Соларды көрмеген, білмеген болып, әлгі жерден жылдам өтіп кету үшін шаба жөнелдік депті Нұғыспан. Міне осындай адамгершілік қасиеті өте зор адам болған бұл кісі. Туғанбай Батыршин 1901 жылы Семей губерниясы Зайсан уезі Базар болысында туған. 31-33 жылдары Сұлтал Ақсуат колхоздарының председателі. 33-43 жылдары Ақсуат Қызылкесік Қызылқайың ауылдық советінің председателі. 43-45 жылдар аудандық совет атқару комитетінің председателінің ауыл шаруашылығы жөніндегі орынбасары. 45-48 жылдары аудандық партия комитетінің нұсқаушысы. 1948-53 жылдары Комсомол колхозының председателі. 1953 жылдан өмірінің соңына дейін Құмкөл ауылдық советінің председателі болып, совет жұмысын жетілдіруге, халыққа тұрмыстық қызмет көрсету ісін дамытуға өзінің барлық күш жігерін жұмсады. Шұқыжанов Сайдахмет 1917 жылы Биборанбай ауылы аймағында Доланғара тауында дүниеге келген. Сайдахмет Шұқыжанұлы Отан соғысының ардагері, Зат-Вагу медалімен және Отан соғысының 1-ші дәрежелі орденімен марапатталған. 1951 жылы Комсомол колхозына алғашқы ұйымдастырушысы бастық болып сайланып, 1961 жылға дейін бұл шаруашылықты басқарған. Сайдахмет Шұқыжанұлы басшылық еткен кезде Комсомол колхозы Ақсуат ауданындағы тұңғыш миллионер колхоз атанған. Халықтың хал-ауқаты көтерілген, сіңірген еңбегі үшін еңбек қызыл ту орденімен марапатталған. Ол халқының айрықша құрметіне бөленген ауылы Сәке деп сыйлаған. Қайранов Талғатбек Мұхамеджанұлы 1961-63 жылдары Комсомол колхозының председателі. 1963-69 жылдары Комсомол совхозының тұңғыш директоры. Биік едің еңселі, ардақтайды ел сені, сенің таза ғұмырың тіршіліктің өлшемі. Осы сөздер Ойшілік ауылының әкімшілігінің алдындағы ескерткіште жазылып тұр. Меліс Тәшенұлы ағамыздың «Уақыт өлшемі» деген кітабында Қайранов туралы мынадай сөздер бар. Меліс ағамыздың институтты бітіріп келген кезде мен ауыл шаруашылық басқармасына барып, жолдамамды көрсетіп, аудандағы ең мықты директордың қарамағына барып жұмыс істегім келетінін айттым. Елдің көбі Комсомол совхозының директоры Қайранов Талғатты айтты. Өз қалауыммен Комсомол совхозының техника шеберханасының МТМ меңгерушісі болып қызметке орналасып, еңбек жолымды бастадым. Совхоз директоры Қайранов Талғат шаруашылықты өте жетік білетін, ауыл шаруашылығының академигі десе де болатын, көп оқып ізденетін басшы болды.
қарамағындағыларға да талапты қатты қоятын. Құрылысқа қанша шеге кететініне дейін есептеп беретін. Ел оны экономист директор деп айтушы еді. Ал көп білген адамның басқаларға ерік бере бермейтіндігі де белгілі. Директорға кіруге елдің бәрі жасқаншақтап тұратын. Мен үшін осындай басшының қарамағында істеу бағым болды десе де артық емес. Көп нәрсе үйрендім. Аса қабілетті дара тұлға еді. Кейін басқа ауданға совхоз директорлығына ауысты. Мені сонда бас инженерлікке ала кетемін деп, қайда барса қасынан тастамай ертіп жүрді. Өзім қатты сыйлайтын адамның көңілінде қалдырғым келмей, ойланып толғанып жүрдім. Ақылдасайын деп партия комитетінің секретары Мәртбек Бөкішевке бардым. Ол кісі баруымды қостамады. Осында қал деді. Мәртбек ағамыздың ақылымен Ақсуатта қалдым. Бірақ тәкең маған өкпелегендей болып кетті. Басқа ауданға барғанда өмір қалай қалыптасарын кім білсін, тағдыр деген осы. Қайранов ағамыз туралы айта кететін жағдай, бұл ауыл шаруашылығында жұмыс істемес бұрын жас уағында Кеңес одағының сыртқы барлау қызметінде жұмыс істеген адам. Енді ондай жұмысты істеу үшін де қандай мінез керек, қандай дайындық керек, түсінесіздер ғой. Сатаев Уәсіл Тоқажанұлы 1926 жылғы 2004 жылы қайтыс болған. Семей облысы Ақсуат ауданы комсомол совхозында 1969-дан 1979 жылдар директор болып қызмет атқарды. Бала еді, кекілі желбіреген, көркейгенін ауылдың көзін көрген. Сатаев Уәсілдей ағамыз бастап еді, саябақты салдырып осы жерден. Рахмет айтады халқым оған. Тал егіп, су жүргізіп тартқан тоған. Елге есімің мәңгілік болсын десең, тоғай ек, көпір салып, қалдыр адам. Айдын Жақашев. Ескерткіш балаларынан, немерелерінен. Осы ескерткіш Ойшілік ауылының әкімшілігінің алдында тұр. Тағы да Меліс ағамыздың уақыт өлшемі кітабынан үзінді айтайын. Қайрановтың орнына Сатаев Уәсіл директор болып келді. Жұмыс стилі тәкеңнің жұмыс стилінен мүлдем бөлек еді. Бас мамандарға еркіндік тиіп, бұрынғы қатаң тәртіп босаңсып қалғандай болды. Өз басы қарапайым ел жұртпен ашық жарқын араласып кетті. Тәкеңнің қалыптастырған мықты жүйесінің игілігін Уәкең көрді. Алдынан жұмыс жүріп кетті. Бұл да маған сабақ болды. Тәуірбеков Сапаш комсомол совхозының 1979-82 жылдардағы директоры. Туған жерін алға сүйреп үнемі, осы совхоз деп соққан әркез жүрегі. Бүкіл одақ атын білген ауылдың, оған куә елің жұртың ауылың. Игілікті ел мен жерге бергізген, өрісінен мыңдап малын өргізген. Атыңызды ұмытпайды ардақты ел, алтын кітап тарихына енгізген. Қасиетті жұмақ болсын төріңіз, жеке аудан, облыс болды жеріңіз. Ескерткішпен еске алып атыңды, еңбегіңді ұмытпайды еліңіз. Бейілғожин Серікқали Секен 1953 жыл туған, 2001 жылы қайтыс болды. 1982 жылдан 1994 жылдары аралығында комсомол совхозының директоры. Секеннің комсомол совхозын басқарған уақыты кеңес үкіметінің құлдыраған кезінде болды. Совхоздарды таратып, ел үлкен дағдарысқа ұшырады. Әрине бұған жеке адамның кінәсі бар деп айту қиын. Бүкіл елдің басына түскен ауыр күндер болды. Сонымен 1935 жылы құрылған комсомол колхозы 1950 жылы Шапай мен ұлан іргені қосып, іріленіп, экономикалық шырқау биігіне жетті. 50 жылдары ең бірінші миллионер колхоз атанды. 60-шы, 70-шы, 80-шы жылдары ауданның аяғынан тік тұрған ірі совхозы болды. 1994 жылы 60-қа бір жас толмай кеңес үкіметінің құру себебімен жұмысын тәмамдауға мәжбүр болды. Осылай комсомол колхозының тарихы аяқталды.